Эй, ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге Раха Блоксия достар. Біз бүгін Roblox ойнайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бүгінгі біздің ойнайтын режиміміз Теневой демон. Ха-ха-ха-ха. Иә достар, мынаны қараңыздар. Мына кімге ұқсап тұр? Комментарий жазыңыздар, кімге ұқсап тұр мынау. Давайте достар, сіздер лайк басып арнама жазылыңыздар. Давайте достар, 500 подписчик кішкене 100-дей оқырман қалды, соны жеткізіп тастайық. Ал біз видеомызды бастаймыз. Өте қызық, рейтингі нормаль деп ойлаймын. Нормаль берген, но мен қазір әлі ойнамадым. Стандарт, кофе, friends only дейді. Давайте екі адамда бас қойық. Кіретіндер кірсін, кірмейтіндер кірсін, я. Так, біреу көрді маған. Тұрын қара, сіп-сикімді. Достар, наушниктеріңіз киіп, қараңғы бөлмеде отырыңыздар. Глава 1. Қасына енді сиреноголовойдың несі ғой, сигнал ғой достар. Выжить, завершить домашнее дело до 6 часов утра. Ойбай, кеттік. Фонарь қасында жүрейінші, өтініш сен қасында жүрейінші. Так, достар, бізге задание берді. Так, бізге задание берді, соны орындауымыз керек біз. Мұнда кір деп тұр. Мынаны тұрыңыз қараңыздар, шынан тұрыңыз. Сөп секунды сияқты, мына кішкентай баланы. Мына не істеп жатыр? Спрятаться. Тығылып қалуға болады екен еще достар. Вот это дело, вот это. Но не отыр мұнда. Далада найзағай жамыр жауып жатыр. Қайдасың, ей? Қайдасың? Тасап кетпеші мен. Взять телефон. Использовать переключатели. Так, астына түстік. Закрыть шкафы дейді. Шкафтың бәрін жаптық қой вроде. Так, мынау гараж. Мынау гараж. Так. Дауысын кішкене көтереміз. Бек, бек ше. Бек бар екен. Бросить инструментчи. Выключить свет дейді. Так, светтерді өшіреміз. Свет жанды. Свет жанды достар, өте керемет. Қап қараңғы отыр. Фонарикпен жүрміз ғой. Ойбай, мен өшіріп қойғаныз. Анан тұрын қараңыздар достар. Ат беріп өлейді. Біреу зындап отыр. Айтады, короче, мама. Сен екеуің үйде көп жүре бермей үйдің жұмыстарын істеп, тамақтарын жеп жатыңдар түсіңдер ма? Сосын барамыз папаң екеуіме деді, короче. Мынау сөйлесіп жатыр. Мен әпшем сөйлесіп жатыр. Жоқ, дейді. Мама, сіз қашан келесіз? Жоқ, бүгін бара алмаймыз, өкінішке орай. Жолдың бәрі жауық, найзағай, жамыр жауып жатыр. Біз бір жаққа барып ұйықтаймыз, деді. Сделайте все необходимое дело и закройте шкафы, дейді. Сен мен жүрсім қараңыздаршы, реалистичный екен, иә? Сделайте все необходимое, делайте, закройте шкафы, дейді. Давайте онда бірінші этажға барайық. Мусорды алайын. У меня нет метлы, дейді. Метлы деген не еді, достар? Ойбай, нақ, жамы. Метлы, міне. Енді. Метла бар? Спыртқы ғой, типа, біз жақты спыртқыш деп айтады. Спыртқы дейміз ғой, енді. Үйдің түрлігін істеп жүр. Мен нақтың жұмысын істеп жүрмін. Очистить полы, подуть в часы деп тұр. Так, секірамай дегенбіз. Осындай гроза жаңбыр құйып атқан кезде ойлаңыздаршы, үйде бір өзіңсіңдер да, и қорқынышты кино көресіңдер, ойлаңыздаршы. Ондай кезде тура біз қысып осылайынан свет жоқ қоямыз, да? Құр тұрмай көмектессе маған? Мен өзім істейін ба? Мынау бот па дейм? Бот емес, шын ғой бұл. Далаң қараңыздар, біз далаға шықтық. Фонарик жағайықшы. Гараж бар. Далада жамыр жауып жатыр, от первого лица. Жаурап кеттім. Спрятаться деп тұр екен ғой бұнда. Қой, ішке кірейін онда.
Тағы қайда бар мусор, ей? Мусор екінші этажды көрейік, иә? Екінші этажды көрейік. Мына күтіп тұр екен ғой мен. Мамалар құсап артын бүйтіп тұр ғой. Неге маған қиын жұмыс берді? Мына жалмауызға тұрын қараңыздаршы, кішкентай қызық соққан тұр. Қайда барамыз енді? Мына жалмауыз бәрін көрсетіп отыр екен ғой. Бұндай жоқ. Бұндай жоқ. Значит, ол сыртта, я? Сыртта. Так, мына ішін көрмедік. Мынау жабық екен. Міне. О, подвал. Подвал бар еще, қараңыздаршы. Анер паук басып кеткен ғой, достар. Так, все, последнее задание бітті. Бізге звондап жатыр. Мен сөйлесем енді. Итін жұмыстарын бітіріп қойдыңдар ма? Молодец. Содан кейін кухняның тамағы жеп, ыдыс аяқтарын жуып қойыңдар. Мен настроением бұзбай. Әпшеңе айт, ешқайда шықпасын үйде отырсын. Мынандай погодада ешкім шығып атқан жоқ үйде. Той, мен де шыққым келіп жатыр далаға, деп жатыр оны. Взять одежду, разместить блюдо в раковине дейді, стиралка. Ойбай, достар. Мына жаққа бар деп тұр. Елнақтың светін жап қояқ та. Душевой, вообще әдемі ғой, достар. Мыналардың өмірлері бай ма? Жында мына бак болып қалды. Еще отдельно алу керек екен ғой. Болды ма? Так, қайда? Стиралка қайда? Стиралка қайда? Жоқ, мен стиралканы ал. Ойбай. Закрыть шкафы дейді. Не, ойбай! Ой! Мен білген жоқпын. Қайда тығылам? Мен білген жоқпын. Мен тығыламай қалдым ғой, достар. Өліп қалдым мен, достар. Өлі. Менде $100 бар екен ғой. Шкафтың бәрін жауып қойдым ғой мен. Қайқа тығылам? Достар, не мынау? Мен шығуға қорқып қалдым. Шкафқа тығылатын жер таппадым ғой мен. Ладно, бісміллә, шығай қалды. Секірамайым еше мен. Свечок. Төртеу қалды. Бесіншісі төбеде. Достар. Ана көз алдын, ана қыз бар ғой, мен әпшем шкафта отыр ғой. Көз алдына бит қарады ғой. Деп қарап қалды ғой маған. Мен қашып үлгердім. Ойбай, жаныма жүрегім тоқтап қалды ғой. Бесінші, ана әлі тығылып отыр. Мен істеуім керек. Мен істеуім керекпін да, потому что. Кеттіге, не отсын? Кірме. Мынау кірді, достар. Мынау кірді.
қашып кеттім достар. Менде уже 59 евро бар. Евро сияқты мына вроде. Евро ма? Доллар емес қой деймін. Давай. О, мына жуған кезде нан басып қалу керек. Аты дұрыс істемей қалсам өліп қалам. Свет жақ. Дұрыс істемей қалдым. Нормально. Свет жақ. Тылып қалдым. Достар, қазір өзім істеймін. Ана тылып қалсаң қарасың. Ана отсың қарасың шале ерсе. Ана жатып апты ғой. Так, достар, короче, шкафты жабамыз. Бісмілләп. Жүгір. Мына ішін тылып қойықшы. Нормально шық. Анау анерде тұр. Алты шкаф жап деп тұр. Төбеде екен шкафтар, өзім жауып келем. Мында жүр ғой. Ол не жүр ол жерде? Мында шкаф жоқ. Шықшы айналып кетейін, жаным ешейін. Мында шкаф тоже жоқ. Мына жабық. Мында шкаф тоже жоқ. Так, екі шкаф қалды, достар. Бізге нәқа тылып қалам, қазір мен қоласа. Так, пока дыханиям жинап алайын. Нәқа кіремді. Бак болып қалғанда, достар. Қараңыздар. Бак болып қалған. Қаш кетейік содан. Қаш. Так, мында ештеңке жоқ. Так, міне соңғысы, достар. Ана жаны машин тығылай отырға қорқып. Мен мужикпін ғой, мен өзім істеуім керекпін ғой. Выключить свет дейді. Так, свет жағайық. Аняқа барғым кеп тұрған жоқ ше. Так, все. Так, достар, бірінші этажға барайық. Кеттік, ей, кел. Так, выключи свет. Примайте. Бізге не тамақ таста жұмыс істеу керек еді ғой. Задание беру керек бізге. Богомайна свет дейіне. Богомайна свет дейіне. Достар, біз әлі дұрыс светтерін бәрін жаққан жоқпыз, походу. Нақтың светін жағу керек па әлі? Жоқ, бұл сарайда ештеңке жоқ. Қас қорқыт еді. Қорқып кеткен жер. Ой! Мына жерде екен. Кірме. Светтен кетіп қала деген, достар, көріңіздер ма? Почистить одежду, помыть посуду деп тұр. Давайте мен жуам. Изи шмицкий. Сағат 6-ға дейін шыдауымыз керек. Таңға 6-ға дейін. Анан баруға қорқып тұрып ше, өзімен өзі ашылып тұр, мына бәле ше. Мамамыз сонда батыр. Жауып қойықшы. Жабылмай атыр мынау. Ой, жабылды. Бұл үйде бір мистический болатыр, короче, достар.
Біздің мамамыз бір бәле деп жатыр. Есік өзімен өзі ашылады. Сен қасына жүрейші. Так, сделать кровать, очистить окна дейді. Ойбай. Көрдің ба ананы? Жауып отыру керек бізге. Так, сделать кровать дейді. Яқа кіреміз. Кровать, мамамыз айтады кроваттарын бәрі. Ой, үлгердім. Үлгердім, достар. Қайда анау? Анау қай жақта анау? Анау бір жерде ма деймін? Бисмилля! Жап шкафты. Төртеу бар екен. Анау күшейіп кетті, достар. Слишком мықты болып кетті, мен шығуға қорқып отырмын. Анау деген бәле екен, менің өмірімді құртып екен. Так, бисмилля. Қазір мен бар ғой, шығамда бетін діз бетін тазалап жіберемін, сөйтсең кім болып шығатынын білесіздер ма? Білмеймін кім болып шығатынын. Так, кровать істейміз. Молодец, қорқып жүрдің адамды. Істей берші соны, мен кеттім. Очистить окна деп тұр. Так, окнаны тазалаймыз. Кір болып кеткен. Біреу дайын. Ойбай, неқ қап-қараң ғой, сөйтін жақшы айналайын. Так, нақта ештеңке жоқ. Нақты көреміз. Міне. Так, төртеу болды, достар, екеу қалды. Мына комнатада болу керек. Мама папасы жататын жері сияқты екен. Заданиені тезірек бітіру керек еді, бізге адай ал. Мынаны сүртеміз, Айжо. Не болып қалды? Уақытымыз бітіп қалды ма біздің? Не болды мынау? Так, достар, давайте осымен видеомызды аяқтайық. Өкінішке орай, баңелде уақытымыз бітіп қалды ма, сондай болды-ау деймін. Бір терезен сүрте алмағаным үшін ұтылып қалдық қой, ойлаңыздаршы, достар. Өте қорқынышты екен, достар. Достарыңызбен ойнауға болатын жерде көптеген рейтингі өте керемет екен. Шын мәнінде қорқынышты екен. Өзім де қорқып кеттім. Давайте, достар, осымен лайк басып, анаға жазылып, тіркеліп, давайте, достар, сау болыңыздар.